Видеомыздың екінші бөліміне қош келдіңіздер. Екінші бөлімінде біз аяғын тоқитын боламыз. Аяғынан бастаймыз, яғни. Крючокпен 2 воздушный петля тоқып аламыз. 1, 2. Екеуі тоқыдық. Крючоктағы екі тұрған екінші воздушный петлямызға 6 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 5 және 6-шысы. Алты тоқыдық. Бұл бізде бірінші қатар. Енді екінші қатарда прибавка жасап, 6 прибавка жасаймыз. Яғни жаңаға тоққан 6 столбик без накиданың әр қайсына 2 столбик без накида тоқитын боламыз. 1, тура осы жерге екіншісі. Мына жерге 3, 4, келесі петлямызға 5, 6, 7, 8, 9, 10 және соңғысына 11, 12. Бұл бізде екінші қатар тоқылды. Үшінші қатарымызда 1 столбик без накида прибавка жасап 6 рет тоқимыз. 1 столбик без накида прибавканы 6 рет тоқимыз. 1, одан кейін прибавка. Біріншісі болды бұл. Так, енді 1 столбик без накида прибавка. Так, екінші прибавкамыз. Так, столбик без накида и үшінші прибавкамыз. Столбик без накида, келесі петляға прибавка. Так, столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, соңғы петлямызға прибавка жасаймыз. 1 и 2. Бұл бізде үшінші қатар тоқылды. Енді төртінші қатарымызда 5 столбик без накида прибавка деп тоқимыз. 5 тоқимыз столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5 тоқыдық. Одан кейін прибавка жасаймыз. Тағы да 5 тоқимыз. 5 столбик без накидан 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка жасаймыз. Тағы да 5 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 и соңғысына прибавка жасаймыз. Төртінші қатарымызды тоқып алдық. Енді бесінші қатарда айналдырып 21 столбик без накида тоқимыз. Еш өзгеріссіз прибавка жасамаймыз.
3 бесінші қатарды тоқыдық. 21 столбик без накида. Енді 6-шы қатарымызда 5 столбик без накида и 6 убавка. Одан кейін қайтадан 4 столбик без накида тоқимыз. Қазір 5 тоқимыз. Алдымен 1 2 бесеу тоқыдық. Енді 6 рет убавка жасаймыз. Бірінші убавка, екінші убавка, үшінші, төртінші, бесінші и 6-шы убавка. 6 рет убавка жасадық. Енді 4 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 4. Бұл бізде 6-шы қатар тоқылды. Енді 7-ші қатарда 1 столбик без накида убавка жасап 5 рет тоқимыз. 1 убавка. Бірінші убавкамыз жасалды. Екінші убавка. Столбик без накида. И үшінші убавка. Столбик без накида. Төртінші убавка. Столбик без накида. И бесінші соңғы убавканы жасалады. Убавкамызды жасадық. 7-ші қатарымызды тоқыдық. Енді 8-ші қатарымызда 10 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 9 и 10-шы. 10 столбик без накида тоқыдық. 9-шы қатарда біз көк түске ауысу керекпіз. На соңғысын бүйтіп алып тастаңыздар. Келесі түске, 9-шы қатарда біз уже келесі түске ауысатын боламыз. Қазір 8 қатарымызды тоқыдық қой. Соңғы столбик без накиданы былай алған кезде крючоктағы жібімізді ары қарай көк түспен жасаймыз. 8-ші қатарда соңғы столбигімізді көк түспен жалғастыратын боламыз. Ақ түсті былай қылып тастаймыз. Бұл пока енді басына жеткенше, денесіне жеткенше бізге ақ түс керек емес. Көк түспен беліне дейін тоқитын боламыз. Как штанишка сияқты ары қарай ақ түспен жалғастыратын боламыз. 8-ші қатарымызды тоқып болдық. 9-ші қатарға келдік. 9-ші қатарда 1 столбик без накида прибавка жасап 5 рет тоқитын боламыз. 1 столбик без накида. Мен екі жіпті бірге алып кетем осылайнан. Кішкене берікте тұрсын деп, шығып кетпесін деп. Біреу и прибавка.
осылай бір екі рет іліп жіберсеңіздер болады, потом ішке қарай кіргізе саласыздар. Біреу. Так, болды. Енді ішке қарай кіргізе салсам болады. Прибавка жасаймыз. Бір, екі. Біреу, потом прибавка. Так, біреу, сосын прибавка. Біреу, и соңғысына прибавка жасаймыз. Осылайша 9-шы қатарды оқыдық. Енді 10-шы 11-шы қатарды еш өзгеріссіз тура осылайынан айналдырып оқимыз. 15 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 9, 14. Так, 14 болып қалды ма, или мен қате сана кетті ма? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, так, 15 екен соңғысымен. Так, 15 болды. И қазір тағы да 11-ші қатарды 15 столбик без накида тоқимыз. Тағы да бір рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, енді үшін толтырып аламыз. Жақсылап нығыздап толтыра берсеңіздер болады аяғын. Толтырдық. Екі аяғымыз бірдей болды ма? Вроде бірдей, қараңыздар. Тура осындай қылып екінші аяғын тоқып аласыздар. Мен мынаны қазір жібін қиып тастайсыздар ғой, жібін қиып ішіне қарай жасырсаңыздар. Ал екінші тоқыған аяқтарыңыздың мына жіптерін қимайсыздар. Қазір біріктіріп бірге тоқитын боламыз. Енді екі аяғын біріктіріп тоқимыз. Егер де сіздерде мына жіптеріңіз мынандай жағында аяқталған болса, айналдырып осы шетіне дейін алып келесіздер, тоқып столбик без накида. Менде так, екеу тоқысам уже жетіп қалады екен ортасына қарай. Екі воздушный петля аламыз. Так, 1, 2. Сосын мынаған жалғаймыз. Мына аяғына жалғаймыз. Так. Қараңыздар қалай жалғайсыздар. Мына шеттен аласыздар. Петляның астына кіргізіп аламыз. Алып шықтыңыздар ғой, енді тура осыны бірінші тұрған крючоктағы жіптің астына шығарасыздар. Біріктіреміз. Біріктіріп алдық. Болды. Так, алдынан қарап қойық, аяқтар бек жаққа қарап жүрмесін. Осылайдан түп түзу екі аяқ алдыға қарап тұратындай біріктіресіздер ғой.
11 қатар тоқыдық жаңа. Енді 12 қатарда, енді ары қарай 15 стол бітпес накиді тоқимыз. 1 2 3 4. Осы жерде 15 емес, одан көп немесе одан аз болуы мүмкін. Мына жақтан бүйтіп айналып, мына шетке қарай айналып келгенге дейінгі аралық. Так, қанша дедім өзі? 1 2 3 4 болды ма? 5 Так, менде айналып келгенге дейінгі аралықта 14 болды. Енді тура мына воздушный петлямыз бар ғой, жаңа екеу тоқыған. Соларға 2 стол бітпес накиді тоқимыз. 1 Hoppa. И 2. Өзіне жерде. Так, екеу тоқыдық. Енді келесі аяқпен тағы да айналдырып 15 стол бітпес накиді тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8. Енді мынау екі жаңағы немізге воздушный петлямызға тағы да 2 стол бітпес накиді тоқып келесі аяққа өтеміз. 2 12 қатарымыз тоқ болды. Енді 13-ші, 14-ші, 15-ші қатарда тура осыны айналдырып тоқимыз. Еш өзгеріссіз прибавка убавка жасамаймыз, тура осыны айналдырып тоқисыздар. 15-ші қатарға дейін тоқыдым. 13-ші, 14-ші, 15-ші қатарда еш өзгеріссіз 34 стол бітпес накиді айналдырып, міне осылайынан тоқыладық. Енді келесі бізде 16-ші қатар убавка жасайтын боламыз. 6 стол бітпес накиді, убавка, одан кейін 7 стол бітпес накиді тоқимыз. 1 2 6. Енді убавка жасаймыз. Бір убавка. 7 стол бітпес накиді тоқимыз. Убавкадан кейін 1 2 3 7 тоқыдық. Тағы да убавка жасаймыз. 1 2 көчөкті 3 жүп, үшеуін бірге тоқыдық. 6 стол бітпес накиді тоқимыз. Қайтадан 1 2 3 4 5 6. Так, 6 тоқыдық. Енді қайтадан убавка жасаймыз. 1 2 убавка. Енді 7 тоқимыз. 1 8-ші, 9-ші петляларды бірге тоқу убавка жасаймыз. Бұл бізде 16-ші қатар тоқылды. Енді 17-ші қатарда еш өзгеріссіз 30 стол бітпес накиді тоқимыз.
17-ші қатарды тоқыдық. 18-ші қатарымызда 12 столбик без накида тоқимыз. Қазір бірінші. Енді қараңыздар, жаңа 12 столбик без накида тоқып, тура міне алды жағына келдік, иә? Осы жерге келген кезде бізде мына петлялар өздері былай айқасқан екі петлядан тұрады, иә? Кәдімгі мысалы шаш өргендегі сияқты былайынан бетінде екеуі көрініп тұратын болады да. Соны задний стенкасынан, яғни бұл передний стенка, задний стенка деп бөлінеді, яғни алдыңғы петлямыз және артқы петлямыз. Соның артқы петлясынан, арт жағынан аламыз, алдыңғы петлясына тиіспейміз. 6 столбик без накида тоқимыз осылайынан. Қараңыздар, бір и екіншісі тұр. Осы арт жағындағы екіншісіне тоқимыз. Үшіншісі, төрт, алты. Сонда бізде алдында, так көрініп тұрмыз сіздерге, алдында мынандай передний стенкалардан құралған мынандай сызық қалды, қараңыздар. Қазір тағы да былай тоқып жоғарыға көтерілген кезде көрініп тұратын болады ол. Енді ары қарай қайтадан 12 столбик без накида тоқимыз. Осы 12-ге келген кезде, 12-сін тоқып болған кейін, яғни 18-ші қатар тоқып болғаннан кейін, 19-ші қатардан бастап біз основной денесінің түсіне өзгереміз. Ол менде молочный түс. Он 19-ші қатарда біз жаңа түске өтетін болғандықтан, мына жаңа ең соңғы тоққан неміз бар ғой, столбик без накида, соны былай шығарып аламыз. Мына екі жіпті крючокқа ілеміз. Ары қарай ақ түспен жалғастырып кетеміз. Ақ немесе енді өздеріңіздің алған основной денесінің түсімен. Ол серый түс болуы да мүмкін. Сұрғояндар да бар ғой, қоңыр түс болуы мүмкін. Өздеріңізге ұнаған түспен денесін тоқисыздар. 19-ші қатарымызда 3 столбик без накида убавка тоқимыз. Біреу, екеу и үшіншісі. Үшеуін тоқыдық, убавка жасаймыз. Бір, қайтадан үшеу тоқимыз. Бір, екі, үш. Убавка. Үш. Соңғы убавканы жасаймыз. Бұл бізде 19-ші қатар. Енді 20-шы, 21-ші қатарда еш өзгеріссіз 24 столбик без накида екі қатар айналдырып тоқимыз. Ешқандай өзгеріс жасамайсыздар, прибавка, убавка жасамаймыз. 20-шы және 21-ші қатарды еш өзгеріссіз осылай 24 столбик без накида тоқимыз. Енді келесі 22-ші қатарды тоқимыз. 22-ші қатарымызда 2 столбик без накида убавка жасап тоқимыз. Бір, екі, үш. Кешіріңіздер. 2 столбик без накида убавка деп өзім арға кетіп бара жатырмын. 2 столбик без накида тоқыдық, одан кейін убавка жасаймыз. Тағы да 2 столбик без накида тоқимыз. Убавка жасаймыз. Убавка жасалды. Бұл бізде 22-ші қатар. Енді 23-ші қатарда еш өзгеріссіз тура осыны айналдырып тоқып шығамыз.
убавка прибавка жасамаймыз. 18 столбик без накида тоқимыз 23 қатарымызда. 23 қатарды тоқып болдым. Енді бізде 24 қатарда қолын біріктіретін боламыз. Ол үшін тура былайынан арқасына несін қойып алыңыздар, маркер қойып алыңыздар. Менде міне тура келген жерім арқасы болды. Егер сіздер бұған жетпеген болсаңыздар, мынандай жете тұрған болсаңыздар, тағы да 1-2 столбик без накида қосып тоқисаңыздар, бірақ тура артында тұру керексіздер. Егер аз кетсеңіздер, онда сөгітіп тура маркер былайынан артынан түсетін жығып жасаңыздар. Қазір біз былай жанына қолын тоқу керек боламыз. Осылайынан. Сол кезде шатас кетпес үшін, яғни қолы басқа жақта тұрып қалмас үшін. Қазір осы жерге қолын біріктіріп бірге тоқитын боламыз. Менде маркер тура артына келіп тұр. Бір. Қолды қойып көреміз. Тағы бір тоқу керек екен менде. 3 столбик без накида тоқылды. Енді ары қарай қолын біріктіріп тоқимын. 3 столбик без накида тоқыдым, и қолды тоққыздырмын. Қолды тура былай жанында тұратындай етіп. Жібін ішіне қарай бірге тығып қоям. Так, мына жерге тағы бір жүті тоқысам, жанына дейін. Тағы бір столбик без накида тоқыдым бөлек. Болды. Енді қолын бірге біріктіріп тоқитын боламын. 4-еу тоқыдым жаңа. Енді қолымен бірге тоқимын. 5-шісі. Келесіміз. 6-шысы. Арт жағынан да петляларды тастап кетпеңіздер. Әр петля кезек-кезегімен барлығына тоқыңыздар. Тоқыдым қолдарын. Енді келесі жақ қолына қарай келеміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Так, төртеу қойып тоқып көрейін. Содан кейін қолын қойып. Так, 4 столбик без накида тоқыдым. Қазір қолын бірге жалғаймын. Тура алдында алдыға қарап тұрмын, қараңыздар. Сәл бір петля артқа кетсе, онда қол артқа кетіп қалайын деп тұрмын. 4 столбик без накида тоқыдым. Енді қолын біріктіріп тоқимын. Так, ана жіптерін ішке салып қоямын, қолынан шығып тұрған жіптерін. Мынадан бастап, астындағы тура петляны, яғни келесі петлямыз міне тұр. И соған мынаны қазір тоқимыз. Мынадан аламыз. Екіншісін. Тоқимыз. Бірде-бір петляны бос жіберіп алмаңыздар. Өйткені ол бос жіберіп алған петляларыңыз потом убавка жасалып кетеді. Болды. Айналып тоқып келдім маркерға дейін.
Так, енді қазір көреміз. Бұл бізде 25-ші қатарымыз болды, так, или 24 па? 24-ші қатарымыз тоқылды. Енді 25-ші қатарда еш өзгеріссіз 18 столбик без накида тоқимыз мойны. Бір. Бұл бізде қазір мына тоқылғанымыз біздің 25-ші қатар. Әдемілеп денесін. Енді келесі бізде 26-ші қатарымыз. Басынан бастаймыз енді. Точнее, басын жалғастырамыз. Енді бізде мына жерде 18 не болды ғой, столбик без накида болды ғой. Осының барлығына 2-2 талдан тоқып шығамыз. Сонда бізде 36 болу керек. Прибавка жасап шығамыз, барлығына 2-2 талдан тоқимыз. Так, біреу тура осы жерге екіншісін тоқимыз. Екеу тоқыдық. Осылай әр петлямызға 2 столбик без накида тоқып прибавка жасаймыз. Тоқып шықтық. Бұл бізде 26-ші қатарымыз тоқылды. Екі прибавкадан 26-ші қатарымыз тоқылды. Енді қазір 27-ші қатар тоқимыз. 27-ші қатарымызда 5 столбик без накида прибавка жасап тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді прибавка жасаймыз. 1, 2, тағы да 5 тоқимыз, содан кейін прибавка. Bir pribavka, екі pribavка, үшеу, төртеу, бесеу и 6-шы прибавка. Жасалды. Бізде 27-ші қатарымыз тоқылды. 5 столбик без накида, прибавка жасап, көрінер басы былай ме. Қазір осы былай домалақ болып деп жиналады. Келесі 28-ші қатардан 31-ші қатарға дейін, яғни 4 қатарда еш өзгеріссіз, мына жерде бізде 42 столбик без накида тоқылды, соны өзгеріссіз тоқып шығамыз. 4 қатар еш өзгеріссіз 42 столбик без накида тоқимыз. 31-ші қатарда тоқып болды. Енді 32-ші қатарда 12 столбик без накида. Без накида тоқимыз. 1, 2,
11 и 12-ші. 12 столбик без накида тоқыдық. Енді бір столбик без накида убавка жасаймыз. Так. Вроде тура алдына келдім, е? Мына алды жағын бет жағын убавка жасаймыз ғой біз. Соған мен бүйтіп екі бүктеп көріп жатырмын. Сіздерде осылайынан көрсеңіздер болады. Жетпей тұрсаңыздар тағы да бір екі тал столбик без накида қоса салсаңыздар болады. Так. Енді бір столбик без накида. Так, убавка. Бір столбик без накида. Столбик без накида убавканы, яғни 6 рет жасап шықтық. Былай қарай қайтадан 12 столбик без накида тоқимыз. 12-шісі. Бұл бізде 32-ші қатар еді. Енді 33-ші қатардан 36-ші қатарға дейін еш өзгеріссіз осылай 4 қатар тоқимыз. 33, 34, 35, 36. 4 қатар еш өзгеріссіз 36 столбик без накидадан тоқышамыз. Если мұрындарыңыз бар болса, қазір мұрынды, көзді сол 4 қатар тоқығаннан кейін көрсететін боламын орнатуды. Қазір енді еш өзгеріссіз 36 столбик без накидамен айналдырып 4 қатар тоқимыз 36-ші қатарға дейін.